240 дейді. Бағаңды бер деп тұр. Қанша бересің дейді. 240 дейді. Сұрап тұрған бағам 240 дейді. Жабаға қой десем, жоқ, уже тай дейді. Бірақ кішкентай екен. Мүмкін мен қателесіп тұрған шығар. Бірақ көзге бойы кішкентай екен да. 700 дейді. Семіз. Қысыр бие дейді. 700 мың дейді. Жақсы баға беріп тұр негізі. Семіз екені көрініп тұр. Ha? Kazlaş bir şimdi. Fevral'ın 9'undan basar. Şu vakti mi? Қанша болар жері? Değil mi? 700 мың дейді, баға бер дейді. Саудаласам деп тұр. Қарайын. Бағалар шамамен осындай. Құдай бұйыртса, Бәйдібек би базарына барып сүру ойда бар. Бүгін таңертең қарасам, қаланың ішінен 81 километр жерде тұрген Бәйдібек би мал базары. Сосын еріндім, біраз алыстау екен дедім да. Осы аманақ мал базарына қарай келіп алдым. Негізі тағы да ана маловодный бар, сосын не деген бар? Ой, атын тұқам. В общем, бірнеше базар бар. Алла бұйыртса, басқа қалалардың мал базарларын түсіретін ойымыз бар. Енді Алла нәсіп етіп атса, сол күнге жеткізіп атса, Құдай бұйыртса. Сол кезде үйден шықпай, Алла бұйыртса, сол күнге де жетеміз. Қазақстанның барлық жаңағы мал базарларының бағасын біліп отыратын боласыздар. Әуелі Алла деп айтайын.